Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қадірменді жанкүйерлер, футзалдан Қазақстан чемпионаты жалғасады. 35-ші тур аясында біз бүгін Атырау мен Қайрат арасындағы кездесуді тамашалаймыз. Атырау спорт кешенінде бұл командалардың тартысты кездесуін көреміз деген үміт бар. Себебі өткен маусымның жартылай финалистері Атырау мен Қайрат арасындағы ойындар әдетте өте қызық өтеді. Сондықтан бүгінгі кездесуде де мұнайшылар мен алматылық команда жанкүйерлерге онлайн кестеде Қайратта 85 ұпай. Ал Атырау болса турнир кестесінде 4-ші сатыда тұр. Сонымен кездесу бастауын алды. Футзалдан ел біріншілігінің тұрақты кезеңі аяқталуға жақын. Алда плей-офф ойындары басталады. Жулио Занотто. Соққы жақсы мүмкіндік, гол! Есеп 1-0 Қайрат. Бүгінгі матчтағы алғашқы голды соқты Занотто. Бұған дейін бірнеше рет Антон Селезневтің қақпасын нысанаға алған еді. Ақыры 11-ші нөмірлі футзалшы алматылық команданың алғашқы голын тоқта алды. Үлгерген жоқ. Доп Атырауда Габриэль. Соққы керек, жақсалдады қарсыласын. Соққы! Габриэль таразы басын теңестірді. Қалдынай әдемі гол. Қандай әдемі гол. Әдемі айналды. Дәл осы жанкүйерлер үшін соңғы секундтарға дейін ойнайды Атырау. Габриэльдің голы Кайо Руизді әдемі құлатып кетті. Осылайша Испанияның екі командасы төртеу финалына жолдама алды. Қайраттың ойыншыларына сәттілік тілейміз. Қазір 2-1 есеп алматылық команда тағы да алға шықты. Арнольд Кнауп бұл голдың авторы. Чемпиондар лигасының жартылай финалистері кем дегенде әлі уақыт жеткілікті. Кнауптың соққаны матчтағы соңғы гол емес деп үміттенеміз. Себебі жақсы шабуылдар өтіп жатыр. Біржан Оразов есепті 3-1 қылды. Қайрат кешірмейтінін айтты. Атырауда мүмкіндіктер болды, бірақ мұнайшылар пайдалана алған жоқ. Ал Біржан Оразов екі қорғаушының арасынан әдемі ашылды да есепті 3-1 қылды. Джоната алға пас. Габриэль. Алисон! Есеп 2-3 Атырау есеп айырмасын қысқарта алды. Бұл комбинацияны өте керемет ұйымдастырды мұнайшылар. Алисон бұл голдың авторы. Бүгінгі матчты өте белсенді өткізіп жатыр. Чемпиондар лигасы демекші Атырауда бұған дейін Чемпиондар лигасында ойнап көрген. Қазір Джоната 3-3 есеп. Атырау таразы басын теңестірді. 3-3. Джоната бұл голдың авторы. Жейдесіндегі нөмірі 33. Селезнев қапталға. Жоқ, шабуыл ұйымдастырған жоқ. Бұл жерде Дениске асыра салды допты. Денистің өзі алға ұмтылып бара жатыр. Денис! 4-3! Бұл не соққа! Қайрат матчтың бітуіне санаулы секундтар қалғанда алға шықты. Алматылық команда ақыры жеңісті жұлып әкетуге жақын. Допты өз ойынға қосты да. Осымен шамасы матч аяқталды. 4-3 Қайрат кездесу соңында Атыраудан жеңісті жұлып әкетті. 7 гол соқты Денис. Жеңіс голының авторы. Қайраттан Жулио Занотто гол соқты. Арнольд Кнауп, Біржан Оразов және Денис. Атыраудан Габриэль. Алисон, Джоната қанжығасын майлады. Бұл командалар ертең тағы бір матч өткізеді. Ал сіздермен бірге бұл ойынды тамашалаған комментатор Есет Төлеш. Сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.